بسم الله الرحمن الرحيم Құран сиқыр мен балгерлікке қарсы. Бүгінде ел арасында бойымда ерекше күш бар. Аталарым айтып жатыр: жолыңды ашып беремін, сүйгеніңе табыстырып беремін, маған әруақтар жәрдем етеді деген секілді сөздер қаптап кетті. Олардың ақиқатқа қаншалықты сай келетіндігін жалпы жұртшылық біле бермейді. Бұл бағдарламамызда біз сиқыр, балгерлік, көз бояушылық жайында Құранда жалпы қандай мәліметтер бар? Адамзат тарихында оның қандай мысалдары кездеседі? Одан қалай сақтануға болады деген секілді сауалдарға жауап іздейміз. Сиқыр сөзі шариғи қолданыста себебі жасырын, болмысы өзгертілген, алдау мен қулыққа негізделген, жалғанда ақиқат етіп бейнелейтін іс деген мағыналарды білдіреді. Сиқыр айтылған не жазылған дуа, сөз немесе сиқырланушы адамның сыртынан денесіне не ақылына әсер ететін іс жасау. Шын мәнінде сиқыр дегеніміз сиқыршы мен жын шайтанның арасындағы келісім. Бұл келісімде сиқыршы Аллаға серік қосатын харам істерді істеп, өтемі ретінде шайтаннан жәрдем алады. Жындар мен шайтандар біз сияқты жаратылыстар. Алла тағала оларды оттан жаратқандықтан, олар біздің көзімізге көрінбейді. Сиқыр қадым заманнан бері көп тараған құбылыс. Ол шындығында бар нәрсе. Кейбір адамдар сиқырды жоққа шығарады. Егер сиқыр жоқ болғанда, ол жайлы Алла тағала одан сақтануды бұйырмас еді. Оларды теріске шығару аспандағы күнді мойындамаумен тең. Өйткені Құран кәрімде сиқыр жайлы былай баяндалады. Олар Сүлеймен патшалығы кезіндегі шайтандар оқыған сиқырға ерді. Сүлеймен сиқыр жасап күпір еткен жоқ. Алайда Бабылдағы Харут пен Марут есімді екі періштеге түсірілген сиқырда адамдарға үйреткен шайтандар күпірлік етті. Ал ол періште: шын мәнінде біз сендерге сынақ үшін жіберілгенбіз. Сиқыр үйреніп діннен шықпа деп ескертіп сақтандырмайынша ешкімге сиқыр үйретпеді. Олар ол екеуінен ер кісі мен оның жұбайының арасын айыратынды үйренетін. Бірақ олар Алланың рұқсатынсыз ешкімге зиян жеткізе алмайды. Негізінде олар өздеріне зиян келтіретін әрі пайда бермейтін нәрселерді үйренетін еді. Олар сиқырды сатып алған кісіге ақыретте ешбір үлес жоқ екенін білді. Ақиқатында олардың өз жандарын сатып, оның орнына алған нәрселер қандай жаман, егер олар білсе ғой. Жын шайтандар адамдарға сиқыршылықты нұсқап, егер сендер де сиқыр үйренсеңдер, зор күш-қуатқа ие боласыңдар деп азғырады. Негізіне келсек, Сүлеймен пайғамбар сиқырмен айналысқан емес. Ол Аллаға шынайы иман келтірген пенде еді. Адамдар Сүлеймен пайғамбардың және тақуа адамдардың таратқан ілімін тастап, сиқыршылықпен айналысып кетті. Азғын пенделерді ең көп қызықтырғаны ерлі зайыптылардың арасын бұзу ілімі болатын. Ежелгі Мысыр елінде де көз бояушылық сиқырдың, бақсы балгерліктің түр-түрі кең етек жайған болатын. Адамдар ақиқаттан алшақтап, адамды қасиеттерін ұмыта бастаған сәтте Алла тағала Мұса пайғамбарды елші етіп жіберді. Сол кездегі сиқыршылықпен Мұса пайғамбардың күрескендігі жайлы Құранда былай баяндалған. Сиқыршылар: ей Мұса, сен тастайсың ба? Әлде біз тастайық па деді. Мұса: сендер тастаңдар деді. Олар қолдарындағыны тастаған кезде адамдардың көздерін сиқырлап, оларда үрей тудырды, әрі үлкен сиқыр көрсетті. Міне, Құран кәрімдегі осындай мәліметтер шын мәнінде сиқырдың бар екендігін айғақтайды. Тіпті оны өзіне кәсіп етіп алатын және ақиқаттың емес, адасушылықтың жолында жүрген жандар ел арасында бұрында болған, бүгінде кездеседі. Сиқыр үлкен адасушылық. Сиқыр арқылы адамды айықпас дертке ұшыратуға, жұбаймен жақындасуына кедергі жасауға, ерлі зайыптыларды ажыратуға, екі адамды бір-біріне сүйікті етіп көрсетуге де болады. Алла тағаланың тыйым еткен нәрселермен айналысатын сиқыршылар осы дүниелік пайдасын ғана ойлағандықтан сиқырдың ақыреттегі жазасын ұмытады.
Адамдардың қиын жағдайларға душар болғанын пайдаланып, сендерге жәрдем етеміз, жолдарында ашып береміз деген желеумен оларды алдап арбауға, сол арқылы мал мүлкінің бір бөлігін иемденуге тырысады. Сиқыршы көп жағдайда алдына келген адамдарды маған Алла ерекше күш қасиет берген, маған әруақтар жәрдем етеді деп алдайды. Адамдардың әбден әуестеніп алған сиқыршылық, көз бояушылық, балгерлік ақиқаттың алдында түкке тұрғысыз екендігі Құранның келесі бір аятында былай келеді. Біз Мұсаға қорықпа, сен әлбетте үстем боласың, оң қолыңдағыны таста, ол олардың жасаған сиқырларын жұтады. Негізінде олардың жасағандары сиқыршының айласы ғана. Сиқыршы қайда барса да мақсатына жетпейді дедік. Сиқырдың кеңінен тараған түрлері. Сиқырдың ең көп тараған түрі келісім шарт жасау арқылы үлкен жындармен байланыс орнату. Сиқыршы Аллаға серік қосып, ашық күпірлік істер жасайды. Сол кезде үлкен жындар өзге жындарды әлгі сиқыршыға қалтықсыз қызмет ету үшін жібереді. Бекітілген шайтан барлық істердің хабарларын сиқыршыға жеткізіп тұрады. Күйеуінің зайыбымен қатынасын бұзу секілді лас іс-әрекеттерді істеп, сиқыршының бұйрығын бұлжытпай орындайды. Сиқыршының жындарды шақыратын жолдары көп. Барлығы да азғын, күпір, ширкке толы жолдар. Сиқыршылардың кейбірі Аллаға серік қосқан жындардың атымен ант ішеді, және олардан көмек сұрайды. Тағы бір тәсілі, сиқыршы бір малда немесе тауықта келеді де, Алланың атын атамай бауыздайды. Бұл құрбандықтың қанын аурудың үстіне жағады. Осындай үлкен күпірліктерді істеген кісіге жындар шақырмай-ақ өздері келіп қызмет жасайды. Сиқыршыны қалай анықтауға болады? Сиқыршы адамдарды өзіне сендіру үшін неше түрлі айдалы әрекеттерге барады. Сондай әрекеттердің бір парасын атап өтсек. Қолына қамшы, тәспі алып, қасына Құран қояды. Аурудың өзінің және анасының есімін сұрайды. Аурудың бір затын, суретін не киімін алдыртады. Құрбандыққа шалу үшін белгілі бір хайуанды әкелуін талап етеді. Жолыңды ашып берем деген сылтаумен тұмар дұға жазып береді. Ортасында арабша әріптер түсініксіз сандар жазылған қағаз береді. Құран сиқырланған адамға шипа. Сиқыршылар пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассаламға да зиян келтірген. Айша анамыздан радиаллаху анха жеткен деректе Алла елшісіне Бану Зурайық тайпасынан Ләбид ибн Асас деген адам түйіндер арқылы сиқыр жасаған. Сиқырдың зардаптары едәуір болды. Сонда Алла тағала өз елшісіне сиқырланғандығын білдіріп, оның шипасы ретінде арнайы Фәлақ және Нәс сүрелері түсіріледі. Фәлақ және Нас сүрелері. Ей Мұхаммед, жаратқан нәрселерінің жамандығынан, қараңғылық басқан сәтте түннің жамандығынан, түйіндерге үрлеушілердің жамандығынан, және күншілдің қызғанған кездегі жамандығынан таңның Раббына сыйынамын де. Ей Мұхаммед, адамдардың көкейлеріне уәсуәсі салатын жындар мен адамдардан болған сыбырлап азғырушының жамандығынан адамдардың Раббысына, адамдардың иесіне, адамдардың тәңіріне сыйынамын де. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы екі сүрені оқып, өзіне өзі дем салған кезде тәуір болып сырқатынан айыққан болатын. Құран оны оқыған пендеге шипа береді. Зиянды нәрселерден сақтану үшін Алла тағала бізге өзінің сөзі Құранды оқуға бұйырады. Жалпы бұл екі сүре көз тию, сиқыр және осыған ұқсас бәле жаланың бетін аулақтатады және әртүрлі жаманшылықтан қорған болады. Қорған дегенге тек қорғану үшін түскен деген келте ойдан аулақ болған жөн. Себебі Құранның әрбір аяты, әрбір әрпі үлкен хикмет пен даналықтың бастамасы болып саналады. Адамдардың бұл екі сүреге деген күнделікті мұқтаждығы тағам мен сусынға мұқтаждығынан да артық. Ендеше Алладан түскен қасиетті кітап Құран кәрімді өмірлік ұстанымға айналдыра білсек, мұсылмандық сапамыз арта түсері ақиқат. Егер де олар иманға келіп, сиқырдан сақтанғанында, әрине Алла тарапынан болатыны сауап қайырлы еді. Егер олар білсе ғой.
Сыйқырдың бір көрінісі балгерлік. Енді бақсы балгерлік жайлы айта кетейік. Балшы келешекте болатын ғайып нәрселерді, ал көріпкел түйсіктегі сырларды хабарлайтын адам. Білімсіздіктің салдарынан сәуегейлердің қарамағына түсіп қалатындар жиі кездеседі. Құдайдың емес, құлқынның құлы болып кеткен бақсы балгерлер аздаған пайда үшін адамдарды тура жолдан тайдырады. Әйтпесе, көріпкелердің ешқайсысы да болашақты болжай алмайды. Балшылардың ешбірі де адамдарды алда не күтіп тұрғанын білмейді. Құран кәрімде көместің кілті Аллада ғана екендігі былай баяндалады. Көместің кілттері Алланың құзырында, оны тек ол ғана біледі. Жалпы алғанда ислам діні сәуегейліктің ешбір түрін қолдамайды. Дегенмен, пайғамбарымыз Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам бақсы балгер тіпті сәуегеге теңегендер де болды. Бірақ оның мұндай алаяқтыққа мүлде қатысы жоқ екендігін Құран кәрімде былай баяндайды. Ей Мұхаммед, естеріне сал, сен Раббыңның игілігі арқасында бақсы балгер емессің, әрі жын қаққан демессің. Құран кәрімнің келесі бір аятында Алла тағала өзінің сүйікті құлы әрі елшісі Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассаламға ғайыпты болжау кереметін бермегендігін былай баяндайды. Ей Мұхаммед, мен елшілердің алғашқысы емеспін, және маған да сендерге де не істелінетінін білмеймін. Мен өзіме уақи етілгенге ғана еремін, әрі мен бар болғаны анық ескертуші ғанамын деп айт. Олай болса, басқаларға ондай қабілет қайдан дарысын? Алайда, көріпкелдікті оңай табыс табу көзіне айналдырып алған дүние қоңыздық сәуегейлерге ештеңені ойлантпайды. Қазір сәуегейлікпен шұғылданушылардың қатарында өздеріне үміт артқандардың рухани ауруларын емдейтін емші құшнаштар да бар. Адамдарды тура жолдан адастырып, оларды әулие әнбиелерге табындырып, молаларды аралатып жүргендер де осындай тәуіп сымақтар екені даусыз. Олардың жанын қойырға жер таппай келген науқастарға қоятын бір-екі ғана диагнозы бар. Сенің ата-бабаң әруақты адамдар болыпты. Солардың әруағы саған қонайын деп жүр екен. Егер сен әулиелердің басына барып, алдынан өтіп тәу етпесең, әруақтың сені қинаған. Егер әулиелердің саған мейірімі түссе, ауруыңнан құлан таза жазыласың, және өзіңе де әруақ қонып, адам қарайтын қасиетке ие боласың деп сайрайды. Дертіне шипа іздеп жүрген діни сауаты төмен жандар көріпкелердің айтқан сөздеріне шын көңілмен сеніп қалады. Пайғамбарымыз Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам хадисінде көріпкел мен балшыға сенім артқандар жайында былай дейді. Кімде-кім көріпкелге немесе балшыға барып, оның айтқандарына сенсе, онда ол Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам түсірілген Құранға күпірлік еткен болады. Өйткені бұл да Алладан өзге нәрсеге сыйынушылық және одан көмек күту болып саналады. Бақсы балгерлерге және көріпкелге барып сәуегейліктеріне сену оларға құлшылық қылу болып табылады. Яғни, бұл Аллаға серік қосу. Бір қауіптісі, көптеген балгерлер мен көріпкелдер исламның атын жамылып жұмыс жүргізеді. Оларға дініміздің түбегейлі қарсы екенін елдің бәрі түсіне бермейді. Көптеген адамдар оларды тақуалармен шатастырады. Негізі, болашақты білетін және адамның жан дүниесіндегі жатқан нәрсені білуші Алла ғана емес пе еді? Ал мыналар асқан тәкаппарлықпен Алланың сипаттарын өздеріне теліп алғысы келеді. Сондықтан балгерлер мен сәуегейлерден бойымызда барынша аулақ салғанымыз жөн болады. Өйткені Алла тағала бақсы балгер, көріпкел, сәуегейдің сөзіне емес, Құранға жүгінуге шақырады. Бұл жайында Құран кәрімде былай келеді. Ақиқатында бұл Құран ардақты бір елшінің Алладан жеткізген сөзі. Бұл ақынның сөзі емес, сендер қандай аз сенесіңдер. Әрі ол бақсы балгердің, сәуегейдің де сөзі емес, сендер қандай аз еске аласыңдар.